Сәлеметсіздер ме, құрметті жас түлек, сіздермен Антаров Закир ағайларыңыз. Біз бүгін Қазақстан тарихынан 100% дерлік келетін сұрақтарды талдайтын боламыз. Жалпы сәттілік серіктеріңіз болсын деп бастайық, ал кеттік. Әрине, бірінші сұрақтан бастаймыз. Сұрақтарды шешу барысында аса мұқият болған дұрыс. Себебі бізде ауызша пән, әрбір сөз сіз мұқият ориентир алу үшін қажетті болады. Әрине, ол жерде картамен жұмыс жасауды білсеңіз, егер кейіннен картамен жұмыс жасау қиын болатын болса, біздің қазір сабақтың соңында каналды, жалпы өзіміз туралы деректердің барлығын қалдырып кетеміз. Сол жерде көріп алсаңыздар болады. Ал кеттік. Соғдының солтүстігінде орналасқан Шаш қаласының қазіргі атауы. Жалпы 9 өркениет бар, отырықшы өркениетте 9 өркениет, соның негізгісі Соғды өркениеті. Соғды өркениеті дегеніміз соғдылықтар немесе Сарт өркениеті деп айтылады. Біздегі орталық Азиядағы негізгі егіншілердің өркениеті сол жерде Шаштепа, яғни Шашкент немесе қазіргі тілмен айтқанда Ташкент деп аталатын Қазақ хандығына тиісті 265 жыл бойына Қазақ хандығына тиісті болған үлкен Орта Азиядағы ірі қала бар. Сол қазіргі Шаш қаласы, қазіргі атауы Ташкент қаласы болып табылады екен. Сұрақты табу қиын бе екен? Әрине, өте оңай. Екінші сұрақ. Егер сұрақты қазу керек болса, немесе қай жерден шықты деп сұрақтарыңыз болатын болса, міндетті түрде бізге тіркеле кетіңіздер. Сіздерге тек қана жақсы мәліметтер айтатын боламыз. Екіншісі, Қытай деректері бойынша Сырдарияның орта ағысында орналасқан тайпа. Әрине, бізде картасыз қойсақ болады мына жерге міне. Енді карта кішкене ұқсамай қалуы мүмкін, бірақтан енді жобасы келуге болады. Мына бізде Қазақстан аумағы, Каспий аймағы, Арал теңізіне құятын екі өзен бар, Сырдария және Әмудария, Жетісу аймағы. Ал енді бізге Сырдария өзені керек. Сырдарияның ортасында орналасқан тайпаны сұрап жатыр. Ол әрине Қаңлы немесе Кангуй тайпасы. Жетісу болса үйсіндер. Бұл әрине кейінгі темір дәуіріне тиісті тайпалар. Ал қаңлыларды, үйсіндерді білу үшін кейінгі темір дәуірін білсеңіз жеткілікті болады. Құрметті жас түлек. Ал сарматтар қаңлылардың батысында, батыс Қазақстан аймағы, Еуропа аймағына, Еділ бойына немесе Каспий аймағына кетеді. Ал бізде сақтар есе алғашқы Қазақстан аймағында өмір сүрген ерте көшпелілер. Олар Қазақстан жан-жағында тайпа болып өмір сүрді, мемлекет емес. Біз сіздерден сұрап жатыр Кангуй тайпасын. Жауап қайсысы болады екен? Әрине, Қаңлы тайпасы болады. Бүгін күнге дейін жетті ғой. Сығанақ, Женті және басқа да қалаларды сырдариялық бекіністерді өзіне қаратты. Бұл әрине Шыңғысхан үлкен ұлы Жошы Қақан туралы айтылып жатыр. Жошы Қақанның қазіргі Ұлытауда жерленгенін жақсы білесіздер. Жалпы бізде Шағатай деп айтатын болсақ, Шағатай мен Үгедей бұл екеуі Отырарға шабуыл жасады. Отырардың күйреуі туралы жақсы білесіздер. Ал Шыңғысханның өзі бұл кезде барлығының үстінен әскери жүйені қадағалаушы болып тұрды. Әрине, Жошы Қақан біздің Сығанақ қаласын өртеуден бастап ары қарай Аралға дейінгі Жаңакент қалаларына шабуыл ұйымдастырған негізгі қолбасшы. Қимақ мемлекетінің астанасы орналасты. Қимақ мемлекеті, қайталай кетейік, картаны жақсы білетін оқушыларға, Қимақ Қазақстанның қай жерінде? Әрине, сұрақ сол туралы болып жатыр. Қимақ Қазақстанның солтүстік шығыс аймақтары, Ертіс, Алтай аймағы, Алтай таулары. Енді өзі біліп отырсыздар, Сырдария Қимаққа қатысы жоқ мүлде, Еділ Қимаққа қатысы жоқ, Талас Жетісуда қатысы жоқ, бір ғана өзен қалды. Әрине, ол Ертіс өзенінің бойында. Астанасын айта кетейік, Имахия, Ертіс бойында, екіншісі Алакөл бойында Карантия қаласы. Кеттік. Қимақ астанасын біліп алдық, әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстан аумағында табылған сақ қорғандарының ең ежелгісі әрине Бесшатыр қорымы. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасырларға жатады. 8-ші, 7-ші, 6-ші ғасырлар. Бұл әрине да жауабы болады. Бұл бойынша сақтардың қорғандары, патша қорғандары туралы сөйлесуіміз керек. Алдағы уақытта сөйлесе жатармыз. Құдай нәсіп етсе. Ары қарай жалғастырайық. Бородино селосында 5 неміс офицерінің басып кіріп, штаб пәтеріне басып кіріп, көзін жойған. Әрине, ол Төлеген Тоқтаров, біздің Қайсар бабамыз,
қазақ тарихындағы Ұлы Отан соғысына байланысты мынау қазіргі статистикалық мәліметтерді өкінішке орай алып тастады. Тестте ол әрине өз қызық деректермен бізге белгіледі, бірақ мәтін сұрақтарына қосып қойған. 500-ге жуық Қазақстан қатысқан болса, нақтысы 497, соның ішінде 97-сі қазақ деп айтқанбыз, дұрыс па? Әрине, соның ішінде Төлеген Тоқтаров бар, Бауыржан Момышұлы. Бұл Мәскеуде, Рахымжан Қошқарбай білесіздер, Рейхстагта алуда, Сағдат Нұрмағамбетов есе, бұл да әрине мынау Сталинград шайқастарында, Ленинград шайқастарында аса ерлік көрсеткен батыр бабамыз. Сондықтан да Төлеген Тоқтаров ерлігі ұмытылмайды. 67-68-дегі реформа бойынша 1800, яғни 19 ғасырдың 60 жылдардағы реформа деп айтамыз бұларды. 19 ғасырдың 60 жылдардағы патшалық реформа бұл екінші реформа болып табылады. Бұған дейін 19 ғасырдың 20 жылдар, яғни 1822-24 жылдардағы реформа шыққан. Бізде егер 22-24-тегі реформаны білетін оқушы 67-68 реформаны бірден тауып алуға қауқары жетеді. Реформалардың тестте сұрақтар аса бір күрделі емес, оны да қаперлеріңізде сақтап қойыңыздар. Мына жерде айтады, реформа нәтижесінде 22-дегі реформа бойынша 3 сатылы басқару енгізілді. Әрине округтік жүйе, ал енді 67 жылғы реформа бойынша есе бізде мына жерде қазақ жері 3 генерал-губернаторлыққа бөлінді деп А жауабын белгілейсіз. Толық өзін басқару берілген жоқ, керісінше толық өз басқаруды алып қойды. Жергілікті билік тек сұлтандарға берілді жоқ. Бұл жерде сұлтандардың билігіне түбегейлі шектеу қойылады. Қазақ жерлері Ресей құрамынан шығарылды, толығымен кіргізілді. Керісінше жауап А болады екен. Келесі, тың игеру қашан басталды? Тың игеру сұрақтары әрине 20 ғасырдың екінші жартысында сұрақтар тым көп кездеседі. Әрине бұл 1954 жылдан бастап біздің қазақ жерінде Шайхметовті алып тастап, оның орнына Жұмабай Шайхметовтің орнына Пономаренконы қойған кезеңі, мынау Хрущевтің жылдық кезеңінің бастауы болып 6 облыстан тың игеруге қазіргі кітаптар бойынша 5 облысты қарастырамыз. Жалпы тың игерілді. Астықты ауданы есебінде ұйымдастыру тағы да. Бұрындық хан қайтыс болған қала. Бұрындық хан қайтыс болған қала ол әрине біздің мынау Самарқан аймағына кетті. Бұрындық хан себебі өз көз тірісі кезінде мынау биліктен, тақтан бас тартуына мәжбүр болған. Әрине ол Қасым ханның кезі 16 ғасырдың бізде бас кезі жалпы. Бұл туралы Қасым хан және Бұрындық хан туралы да қарастыратын боламыз. 1583 жылдың бас кезінде Дешті Қыпшаққа кетіп, дербес билік жүргізе бастаған хан бұл әрине Тәуекел хан. Себебі Тәуекел хан мынау өзіне қатысты, сыр бойына қатысты бақталас негізгі мынау Абдаллах туралы, екінші Абдаллах туралы сіздер жақсы білесіздер. Абдаллахпен келісімшартты бұзады. Хақназар жасаған келісімшарт бұзылғаннан кейін Тәуекел Дешті Қыпшаққа кетеді. Бұның өзіндік себептері бар, оны да тағы да қарастыра жатармыз. 1916 жылғы Торғай уезіндегі Әбдіғаппар Жанбосынұлы кімдердің ханы болып сайланды? Әрине ол Қыпшақтардың ханы болып сайланды. Сол кезде қазақтардың 20 ғасырдың басындағы ең соңғы көтерілісі осы. Ол әрине бізде мынау Тоғыз хан сайланған. Сол кезде Тоғыз ханның ең біріншісі Әбдіғаппар Жанбосынұлы болады. Ары қарай мынау Жайымтал болысы Жетісуда Бекболат Әшекеев, Қарашақ болысында Оспан Шоңов, Шерубай Нұрадайса Нұрлан Қияшев деген 4 негізгі хан тесте көп айтылады. 1391-95 жылдары Тоқтамысты 2 рет жеңген әрине ол Әмір Темір. Әмір Темірді білесіздер, Тоқтамыспен аса қатты бір текетірес жүргізді. Осы орайда айтып өтейік. Әмір Темір Тоқтамысты пайдаланған. Тоқтамыс Әмір Темірде емес. Сондықтан да бұндай қызықты мәліметтер білгілеріңіз келсе, тағы да айтамыз, бізбен бірге болыңыздар. Жалпы Хулагу мемлекеті қайда құрылды? Әрине Иранда Илхандар мемлекеті құрылады. Хулагу білесіздер, Төледен тараған Шыңғыс ханның тікелей немересі, Шыңғыс ханның аузынан түсіп қойған сияқты ұрпағы. Әрине ол Илхан мемлекетін құрады Иран аймағында және араб халифатына аса ауыр қауіп төндіреді. 20-30 жылдар, яғни 20 ғасыр 1920-30 жылдары археологиялық зерттеулер қай дәуірмен байланысты? Әрине ол қола дәуірмен тікелей байланысты. Қазақ жерін зерттегендер біздің Қаныш Сәтбаевтан бастаған, сонымен қатар көптеген ғалымдар бар. Ал бізде 5 қана сұрақ қалды. Соның ең танымалы таңбалы петроглифі. Таңбалы петроглиф білесіздер.
мынау қазақ жеріндегі алғашқы қола дәуіріне тиісті тасқа салынған суреттер. Бұл әрине қазіргі Таңбал аймағы ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдени мұрасына енгізілді. Әрине ол 2004 жылы. Мына бір суретті сала кетейік. Мынандай бір үлкен адам болады, мынандай таста тұр. Ол мынандай үлкен басы күн басты адам, дұрыс па? Күн басты адам, жанында кішкентай адамдар бар. Бұл жалпы сол кездегі адамдардың күнге табынатындығы, күнді адам есебінде көретіндігі және жалпы сол кездегі мынау діни түсінікті қалыптастыра бастаған кез ғой. Жалпы 22 жылы Сібір қырғыздары туралы жарғыны дайындаған, әрине ол Сібірдің губернаторы сол кезде Сперанский. Бұл 19 ғасырдың 20 жылдардағы патшалық реформа. Бірінші Александр бекіткен, ол туралы да тағы да қарастыра жатырмыз. Сарғарлық мәдениетке жатады. Әрине мынау қола дәуірінің сарғар деген бір мәдениеті бар. Сонымен қатар ол жерде 200-ге жуық қоныс бар және 40 қорым бар. Бұл тесте аса көп кездеседі. Оғыз жабуының ордасы, әрине Оғыз жабуының ордасы Жаңакент, немесе Яңгикент деген болады. Яңгикент дегеніміз қазақша аудармасы парсшадан аударғанда жаңа деген мағынаны білдіреді. Жаңа қала, Жаңкент, әрине Жаңакент. Жаркент деп қателесіп жүрмеңіздер. Имақия себебі қимақтікі, бұл ертіс бойында Бұхара, орталық Азияға тиісті. Жаркент бұл қазіргі Жетісу аймағында орналасқан қалалар. Ал бізге сыр бойы керек. Оғыз мемлекетін білесіздер, батыс түрік қағанатынан ыдырап шыққан еді. Тың игеруге байланысты сұрақ кепті. Тың игеру қай облыстарда игерілді? Әрине ол 6-5 облыс, қазіргі орталықтағы Ақмола, Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Торғай және солтүстік Қазақстан. Бұл әрине Б жауабы. Жалпы бұл жерде әрине бір нұсқаны ғана талдадық. Қысқа нұсқа айтылды. Тақырыптарды міндетті түрде ол қысқа нұсқа болғаннан кейін кейбір жерлері түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Ал енді қараңыздар, бір лайфхак сіздерге. Тарихта жаттанды білім ғұмыры қысқа болады. Сондықтан да деректермен, картамен және ірі жақсы бір лайфхактармен сіздермен бөлісе жатармыз. Ал ол бөлісу үшін сіздер міндетті түрде біздің командарыңыз бір мүшесі болуыңыз қажет болады. ОБТ-да мынау мүмкіндігі барынша жылдамырақ қысқа нұсқа әрі нақты дайындықты қалайтын болсаңыздар, мынау біздің Нұрболашақ Education платформамызды тартып алып, сол жерден тест тапсырып көріңіздер. Ары қарай біздің Нұрболашақ онлайн ОБТ мектебіне тіркеліңіздер. Және бұл жерде біз сіздерді асыға күтетін боламыз. Ал дайындықтарыңызға сәттілік, кел балалар, оқылық. Сау, сәлематта болыңыздар.